Қазақ тойында неге қыз жылайды? Себебін білесің бе? Қазақтың үйлену тойы жай ғана мереке емес. Бұл ғасырлардан келе жатқан қасиетті дәстүр. Барлығы құда түсуден басталады. Екі отбасы танысып, болашаққа келісім жасайды. Сырға салу қыздың ұзатылуға дайын екенін білдіреді. Бұл қыз үшін ерекше сәт. Қыз ұзату ең әсерлі кезең. Қыз ата-анасымен қоштасып, жаңа өмірге қадам басады. Сол үшін де көзге жас келеді. Келін жаңа шаңыраққа келеді. Бұл жаңа отбасының басталуы. Беташар кезінде келінді бүкіл елге таныстырады. Домбырамен айтылған жыр дәстүрдің жүрегі. Содан кейін үлкен той басталады. Ән, би, қуаныш барлығы бір жерде. Қазақ дастарханы молшылықтың белгісі. Қонаққа деген құрмет осында көрінеді. Тойдың ең маңызды сәті бата. Үлкендер жас жұбайларға ақ жол тілейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәлләм қызы Фатиманы ұзатқанда тойды өте қарапайым етіп өткізген. Ол айтқан, ең берекелі неке шығыны ең азы. Шынайы бақыт салтанатта емес, жүректегі махаббатта. Қазақтың тойы дәстүр мен махаббаттың үйлесімі. Осындай видеолар үшін арнаға жазылып қой. Қазақ тойы мәңгілік дәстүр. Видео ұнаса, лүпіл басып, пікір жазыңыз. Келесіде қандай дәстүр туралы видео жасайын?